Ассаламағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті достар, амансыздар ма? Бүгін біз тушонка жасаймыз. Қазақша тушонка. Бұл жерде бізде керегі қой еті, жылқы еті, сиыр еті де бола береді. Біз қазір қой етін таңдап отырмыз. Бұл кенже туған қозы болатын. Кенже туған қозы, семіз. Осыдан тушонка жасап көрейік деп жатырмыз қазіргі таңда. Мына жерде 12 килограмм ет, 12 килограмм берді. Кенже туған қозы 21 мыңның қозысы. Осыдан енді қанша тушонка шығады, қалай жасаймыз, не қосамыз, қалай істейміз деген сияқты әңгімелерді өрбітеміз ары қаратай. Кусок қылдым етті. Осындай мөлшерде турап. Мынандай заттар, қосылатын заттар көрсетіп, бірінші мына банканы ыстық сумен жуымыз керек. Стерилизовать етеміз. Мына банкілердің ауызы сынық болмау керек, бүтін болу керек, таза болу керек. Мына ауыздарда тура солай қақпақтары. Бұндай қақпақпен болмаса, басқа қақпақ, анандай железный қақпақпен де жабуға болады. Бұрап. Қандай кәдімгідей закрывашкамен де жабуға болады. Просто бізде өзімізде осындай банкі болған соң, осындай банкымен жауып жатырмыз. Бұған енді мынандай құры методтардан алады екенбіз. Сүйектер. Сүйек қолданылмайды оған. Сүйек қолданылмайды екен. Сүйек піспай қалады ма сонда? Сүйек оған жүрмейді тушонка. Жүрмейді. Тек құстың еті болса сүйегі жүреді. Ал мынау кемейді екен мына кішкене ғана. Бізге керекті заттар лавровый лист. Осындай салып отырамыз. Гороховый бруш. Қара. 160 теңге тұрады. Қанша тұрады примерно? Бағасын айтып 200 теңге бар кетсе. Сыртында жазылып тұр екен ғой. Қазір көрсетем. Одан кейін тұз, соль, чеснок. 180 теңге тұрады. Содан кейін осылай саламыз ішіне. Майынан салу керек басына сонда. Басына майлылау еттен саламыз. Сол кезде май шығып тұрады. Стилизованный банкаға жаңағы приправаларды салдық. Астына майлы еттерді саламыз. Ірі қараны еттерімен де жасауға болады, басқасынан да құстың сүйегімен жасауға болады. Чеснокты осылай екіге бөліп саламыз каждый банкаға. Көз мөлшерімен. Где-то 1 литрлік банкалар ғой да? 1 литрлік, 4 литрлік. Желательно осындай кішкентай банкаға жасаған дұрыс. Май тұрғанда жасалынатын зат. Қаны сорғымай, тұздалмаған ет. Свежий болу керек ет, главный. Осындай бұрыш көз мөлшерімен өлшеп. Барлығы араласып жату керек бір-біріне. Осылайынан толат банк. Етке толу керек. Тұзды ең бетіне саламыз. Тұзды ең бетіне. Тұз салып жатырмыз бетіне. Bir қасық. Тұз дәу қасықпен. Қазір бізде 3, 6, 9, 10 банк шықты. Кішкентай қозының етінен тек қана сылып алған кезде етті. Осылай тұзбен толтырып шығамыз. Крышканы бос күйінде қояды екенбіз. Қоямыз дағыны стилизовать етеміз. Тұзды араластырып салуға болмайды екен. Заңында бетіне салу керек. Тұз бетінде қалу керек екен. Буланған кезде астыға қарай кетеді. Буланғанда астыға кетеді сол кезде. Бетін крышканы бос қоямыз да, стилизовать етеміз. Стилизовать етеміз қазір.
ауыздарын жауып кастрөлге салып жатырмыз. Астына орамал қойып қойдық, күйіп кетпесін деп. Банканың астында тряпка тұру керек, тряпка. Орамал. Так, енді су қоямыз. Енді оған суық құямыз енді. Міне, ал келдің шелек. Кеттік. Суды ішіне жіберіп алмай, кастрөлге құямыз. Именно суық су құю керек екен. Суық су құймасақ болмайды. Ыстық су болмайды. Банка жарып жібереді. Банканы жарады. Банка өз суық су өз бетімен ақырындап банка жылып өз бетімен қайнау керек. Таудың таза мөлдір суы. Болды. Мынауын аузына кіріп кететін болып, мынаның астына бір тряпка қою керек бүйтіп. Қазір беттеп. Астына от жағып қойдық. Қақпағын жабамыз. Енді қайнайды. Бәленбай уақыт. Міне достар, дайын болды біздің тушонкамыз, ыстық болып тұр. Міне бәленбай сағат қайнап дайын болды. Егер осындай тушонка жасаймын десеңіздер, жасап алсаңыздар болады. Жасай алмаймын десеңіздер, жасап береміз заказға. Күтеміз. Жегенде арманда, жемегенде арманда. Сочный болып тұр. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.